Бисмиллах. YouTube каналындағы оқырмандар, қош көрдік. Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Мен көптен бері шықпай қалған себебім, менде 2 айға жуық үзіліс болды. Ол үзіліс бір белгілі бір себептерге байланысты болды. Ол себептеріміз, біз Астана қаласынан көшіп Талдықорғанға бармақшы болғанбыз, бірақ Алланың жазуымен менің де тоже өз үлесім болған шығар. Енді осы жерде Алматыда қалу сондай бір нем болды, мақсатым болды. Әйтеуір Аллаға шүкір, күйеуім көніп, сонымен Алматыда орналасып жатқан жайымыз бар. Сол аралықта біз пока орналасам дегенше қаншама уақыт өтті, қаншама жағдайлар болды, машинамызбен проблем болды, қыдырдық да, общем, сондай себептермен біз енді ғана орналасып, енді ғана өзімнің жұмысыма оралып жатқан жайым бар. Былайша айтқан кезінде бір демалыс болды бізге. Енді мен бүгін бір күшті бір нәрсемен бөліскім келіп отыр. YouTube каналында оқырмандарға мынандай, біздер негізінде мынандай балалармен, былай айтайыншы, бала жыласа, біз аузын жабуға тырысамыз, өшір үніңді, немесе не дейміз тағы да, аузыңды жапшы, жылама, шығарма үніңді деген секілді айтасыздар ма? Біз осындай балаға көп айтамыз ғой. Негізінде осылай айту арқылы біз балаға не істеп жатырмыз? Біз балаға, яғни эмоцияңды шығарма, яғни мынандай, осы эмоцияны шығармау арқылы сен маңызды емессің маған деген ар жағында смысл жатыр екен да, ар жағындағы түсінік. Яғни сен жылап басыңды ауыртпашы, сен маған маңызды емессің бәрібір де деген нәрсе жатыр да. Одан кейін бала, қазір біздің баламыз, мүмкін біз өзімізде дәл сондай нәрсені өткен болуымыз мүмкін. Яғни маңызды емеспін деген нәрсе эмоциясын шығармайды, қатты күле алмайды, қатты қуана алмайды, қатты жылай да алмайды, даже жылаған кезде, жылаған жастың өзін қатты шығара алмайды. Неге? Себебі бұл нәрсе сол ата-ананың балаға деген қарым-қатынасынан пайда болған нәрсе. Енді қараңызшы, сіздің мысалға айталық жасыңыз қазір 40-та, 50-де, 60-да, мүмкін 30-да деген секілді. Бірақ сіз әлі күнге шейін, егерде өзіңізде де тоже кейбір ситуацияларда жылағыңыз келеді. Бірақ қой, ұят болады деп жасыңызды, мына өксіп келеді ғой мына жерге, ұят болады деп жасыңыз бүйтіп, тығып, бүгіп, былайша жұтып, арғай тығып жібересіз. Бар ма сондай? Мен өзімде ондай талай рет болған ондай нәрсе, сондықтан мен оны өте жақсы білемін. Яғни, не үшін келеді жас? Бір ситуацияларға байланысты не үшін жылағыңыз келеді? Ол сол балалық шақтағы оқиғаларда анаңыздың бетіңізден қағып, сізді жылатпай, былайша айтқан кезінде сол эмоцияңызды жауып тастағаннан содан қалып қалады да ол ше. Сосын ұқсас оқиғаларда сіз сол былайша айтқан кезде проживать еткен жоқ та. Адам сол ситуацияға байланысты жақсылап жылап, бүткіл жасын шығарып алған жоқ та. Содан кейін ол не істейді? Адамның несінде бір айтамыз ғой, гештальт жабылды дейміз ғой, сол секілді гештальт жабылмай қалып қалады. Яғни ол былайша айтқан кезінде қалай айтсам болады, бір нәрсе болу керек еді, болады деп барлығымыз күтеміз, бірақ ол болмайды, сол күйі қалып қалады. Қашан болады, аналарың айтып едіңдер ғой, қашан болады деп, бір мысалға той болады деп айтасыз, сосын елдің барлығы той болады екен деп күтіп жүрді, бірақ сіз тойды кейінге қалдыра бересіз, адамдар сізді көрген кезде, сен сол тойың болады деп едің ғой, не істедің деген секілді сөйледі да. Уақыт өте келе ұмытып кетеді деген секілді. Дәл сол секілді біздің ағзамызда да дәл сондай нәрсе. Сол нәрсеге, ситуацияға байланысты адам бір қатты бір жылап өзін босатып алмаса, ол нәрсе біздің бойымызда қалып қалады. Қар секілді айналып, сондай ұқсас ситуацияларда біз дәл сондай ситуацияда біздің неміз келеді, көзімізге жас келеді. Осы нәрсе жеңілдету үшін, осы нәрсені сіз енді балаға, бөлек айтайын, мен сізге өзіңізге, сіздің бойыңызда болмаса дегенді айтып жатқаным, сіз қазір сондай ситуацияда жүрген болсаңыз, дәл сол ситуацияда сізге бір ұқсас оқиғада сондай бір нәрсе қысты. Даже ол не только жылау, ол қорқыныш та сондай.
тағы да не эмоциялар, иә, қуаныш та сондай. Мысалы бір кішкентай бір болмашы неге қатты қуанып жатамыз ғой біз, иә. Бұның барлығы осы эмоциялар біздің балалық шақтан қалып қалған, проживать етілмей қалған эмоциялар ғой. Енді сол жаңағы неге келейік, жасқа қайтып келейік. Сол ситуация, сіз бір нәрсеге байланысты өксіп келеді, жылағыңыз келеді да. Бірақ сіз жылап прям босатыңызшы, от души қанша жылағыңыз келеді. Қарамаңыз, айналаңызда бала шағаңыз тұр ма, айналаңызда күйеуіңіз тұр ма, айналаңызда басқа адамдар, ешкімге де еш нәрсеге де қарамаңыз. Өйткені ол дәл сол келген жас, иә, вообще неудобный жағдайда сізге келе береді да. Лучше бір рет содан құтылыңызшы, чтоб одан кейін ол нәрсе сізге дәл сондай ситуацияда онда жылағыңыз келмейтін болады. Көрдіңіз ба? Дәл сол нәрсе проживать етілмей қалған нәрсе ғой. Соны солай жасаңыз бір рет. Одан кейін от души жасаңыз, прям түгел шығарыңыз. И содан кейін барып ол нәрсе сізге қайтадан келген кезде ол жас ретінде келмейді. Уже спокойно, уже кәдімгідей көңіл күйіңіз мүмкін сүру мүмкін, бірақ андай артынан өксік келіп жылағыңыз келіп деген нәрсе келмейтін болады. Ал енді бұл сізге қатысты айтым, енді балаға қатысты айтқым келіп отыр. Бала сондай ситуацияға түседі, иә. Сол кезде сізде тоже сенің қазір көңіл күйің түсіп отыр, білем. Жылағың келіп тұр ма? Шынымен де бүткіл ішіңдегі нәрсе бәрін шығарып жылап алшы. Жақсы, қой демеймін саған. Қазір жылағың келіп тұр ғой, жылап ал. И одан кейін барып мен сенімен сөйлесейін, иә. Мен саған айтып түсіндірейін, неге бұндай болды, неге олай болды. Сен қазір от души айғайлайсың ба, білмеймін, не істейсің, ішіңдегінің бәрін шығарып алшы деп балаға солай рұқсат беру керек екен. И бала дәл сондай оқиғада от души жылап алды ма, ертең есейген кезінде, үлкен жасқа келген кезінде, біздерде, сіз мысалы да сондай проживать етілмегенде сондай болып жатыр ма, и ол балада ондай болмайды да. Уже спокойно жіберіп отырады да, кез келген нәрседе. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бұл былайша айтқан кезінде қиын да болуы мүмкін, бірақ бұл нәрсе зато өмірді жеңілдетеді. Сондықтан да жасап алуға кеңес беремін. Мен мысалға мынандай нәрсені айтқым келеді. Бұл мысалға не только бала, біз есейген шағымызда да бұндай нәрселер болып тұрады екен. Мен бағана сіздің осы видеоның басында айттым, Астанадан Алматыға көштім дедім ғой. Біз негізі жеке мен өзімді айтатын болсам, мен Астанадан мүлдем көшкім келген жоқ. Неге десеңіз, Астанада біздің өте жақсы жерде тұрдық. Алланың қалауымен Астананың қақ ортасында тұрдық. Үйдің алдында Абу-Даби, артында Абу-Даби плаза, алдында жаңағы Бәйтерек, керуен, жаңағы тағы да не, хан шатыр, бүткіл нәрсе сол жерде орналасқан. Прям үйімізде тоже 3 бөлмелі жақсы үй. В общем, байқаған кезінде маған ол жерден кету деген мүлдем ұнамады негізінде. Ол жақтан кеткім келмеді. Бірақ бізде баланың, үлкен баламыз Талдықорғанда оқиды. Сол баланың ол енді әлі оқушы бала ғой. Ол 7-ші класстан бастап оқыды сол жақтан, 7, 8, 9, 3 жыл оқыды. Уже баланың қиналып кеткенін көрдік. Күйеуім тем более пенсияға шыққан, бізді не ұстайды бұл жерде? Балаға жақын жерге барайық, қасына барайық, немесе жақын жерге барайық деп сөйтіп солайынан көшкен болдық та. Бірақ жаңағы айтқандай мен дым көшкім келмеді, мүлдем көшкім келмеді. Мен түрлі сылтаулармен сен барып келе бер, мен қала берейін, сен енді бос адамсың деген секілді түрлі сылтауды қолдандым, бірақ олардың ешқайсысы болмай, ақыры амал жоқ көшуге тура келді. Бірақ көшіп алғаннан кейін мен өте қатты қиналдым. Өйткені мен ол жақтан көшкім келмегендіктен мен Астананың кез келген видеосын көрем ба, Астанада жүрген фотоларды көрем ба, Астананың Бәйтерегін көрем ба, Абу-Даби плаза, в общем, сол Астанадағы кездер маған жасап келді мына жерге ше. Ол қай уақыт болсын кәдімгідей мына жеріме менің өксік алып келді. Мен бірақ жыламай жүрдім. Біраз уақытқа шейін енді жасымды көрсетпей жүрдім да. Бір күні отырдым да, жоқ дедім, мен неге осылайынан жасымды істеп жүрмін? Мен өйткені әркез соны есіме алсам, сол жас қайтадан келеді да. Өксік болып мына жерге мен тіпті жылағым келеді деп тұрып айтатым ғой. Бірақ соны нәрсені мен түсінгенім, мен қалай бір күні отырдым да, прям бүткіл нәрсені шығардым. Ішімдегінің барлығын шығардым. Мен Астанада тұрғым келетін, Астанадағы үйімді қимайтын да, тіпті Астананы қимайтын да, бүткіл нәрсені шығарып жылап алдым. И содан кейін қазір мен мысалы сіздердің алдарыңызда кәдімгідей сағыныш все равно есте, бәрібір де сағынышым бар. Сағыныш несімен жаңағы жетегімен қайтадан барым келетін желаниям да бар деген секілді. Бірақ өксік жоқ та, жаңағындай жылау жоқ та. Егер де мен сол нәрсені проживать еткен болмаса менде, мен бұл нәрсені
мына жерде отырып айтқан күннің өзінде де мына жерге өксіп келіп мен тағы да жылағым келіп, мүмкін бұны жаңа толық жеткізе алмас па едім да, мысалға. Көрдіңіз бе? Сондықтан да бізде мейлің жас болсын, мейлің бала болсын, қай жерде біздің жаңағы көңіліміз босап жылағымыз келеді, айтады ғой жаңағы плачьте, легче станет дейді ғой орыстар. Сол секілді негізі босатып алғанымыз біздің көзімізге жақсы болады екен. Қандай да бір эмоция, ол біздің ересек адам болсын, бала болсын, қандай да бір эмоция келе ма, сол эмоцияны до конца проживать етуге біз өзімізге болсын көмектесуіміз керек, балаға да болсын көмектесуіміз керек екен. Осы видеоның несінде айтқым келетін ойым осы болды. Сондықтан да біз осылайдан эмоцияларымызға жаңағы ерік беріп проживать ететін болсақ, өмір сүруіміз жеңілдейді. Өз-өзімізді қинамаймыз деген сөз ғой, былайша айтқан кезде. Ал жақсы, сіздерге видео ұнаса міндетті түрде парақшама тіркеліп алыңыздар және бөлісуді ұмытпаңыздар. Сұрақтарыңыз болса жазыңыздар. Алла қаласа осылайынан жаңағы регулярно дейміз ғой, үнемі шығып тұруға иншалла тырысамын, және сіздерге пайдалы болып жатсам өте қуаныштымын.